Қыздар, біз сіздермен бүгін осындай каменный қазанды тазалайтын боламыз. Мінекей қараңыздар, бұның бір жерлері кетіп қалған, уже ағарып кеткен, көп жері. Бұл қазанды уже пайдаланғанына 1 жылдан асып кеткен, ішінен де кеткен. Негізінде бұндай қазандарды егесіменен сөйлесіп айтып аласыздар. Кішкене бұның мысалға сырты алынып кетуі мүмкін. Мінекей осыны сверкающийді жағамыз. Міндетті түрде щеткамен жабып шығыңыздар. Осылай барлық жеріне тигізіп жағып шығасыздар. Қолмен ұстамаймыз, қолымызды ойып жереді. Және ескерте кететін нәрсе, егер де қазан жаңа болса, онда тек күйесіменен майын осылай сверкающиймен жағып тазалап берсеңіздер болады. Но бірақ егер де қазан ескі болса, бірден хозяинына айтып ескертіңіз. Бұл уже күйіп кеткен қазан болса, сыртындағы камені, онда ол уже қалыпқа келмейді. Уже не спастись деп алдын ала айтып, ескертіп қойыңыздар. Көбінесе оны клиентпен бірге шешесіздер. Не болмаса сыртын барлығын толықтай тазалап алюминийін алып бересіздер. Не болмаса осылай тазалап қана күйесімен майын ғана кетіріп берсеңіздер болады. Сондықтан оны алдын ала егесімен айтып, түсіндіріп сөйлесіп алыңыздар. Біреудің қазанын текке не қырып тастауға болмайды. Сондықтан оның барлығын айтып түсіндіресіздер. Қазан егер ескі болса, онда сіздің қазаныңыз уже ескірген, уже құтқара алмаймыз деп айтып алыңыздар. Ал не болмаса, егер де жаңа қазан болса, тек қана сыртын күйесімен майын дәл осы әдіспенен кетіріп берсеңіздер болады. Мінекей қақпақтарына да барлығында қуыс-қуысын барлығына осы сверкающийді жағып шығыңыздар. Осылай әдемілеп барлық жеріне тигізіп жағып шығыңыздар. Мен де бұл қазанда уже ескірген, сонда да мен осылай жағып күйесімен майын алып берейін деп шештім. Но бірақ бұл қазан уже ескірген, уже бұның сыртын құтқара алмаймыз. Бұны егесіне айттым, сонда да қарасы тұра берсін, кеткен жер кете берсін, мейлі бір тазалап берсең болды дегендіктен тазалап беріп жатырмын. Дәл осы қалыпта 2 сағатқа қойып қоямыз. Бұны решетканы салғандай пакетке салмаймыз. Осылай ашық күйінде қалдырамыз. Мінекей 2 сағат өтті. Енді осылай қырғышпенен, кәдімгі сым қырғыштың жұқасы бар, жұмсағы бар ғой, сол жұмсағы менен осылай сыртындағы майларын қатты баспаймыз. Осыны ескеріңіздер. Қатты басып күшпен ысқыламаймыз. Жай-жай ғана ысқыласақ, уже сыртындағысы түсе береді. Бірінші сумен емес, осылай құрғақтай сыртын түсіріп аламыз майларын. Майлары кете бастайды. Мінекей артық май күйесінің барлығын осылай сым қырғышпенен алып тастадым мен. Сонан соң барып жақсылап жуып, тазалап аламыз. Бірақ жаңағы айтқанымдай, бұл жерде енді кішкене сыртында ағарған жерлері болды. Себебі уже қазан ескі, бір жерлеріне уже камендері өзінен өзі кете бастайды. Мінекей, бірақ таза жаңа қазан болса, 1 жылға жетпеген ұсталғанына, онда дәл осы әдіспенен күйесімен майын тазалап беріңіздер. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай, осындай түптерін енді жақсылап тұрып құрасыздар, астыңғы бөліктерін. Сонымен сумен жуып аласыздар жақсылап. Кәдімгідей қазанымыздың майы кетіп, қолға жабыспайтындай болып, әдем болып қалады. Қақпағының қуыстарын барлығын қырғышты кіргізіп тұрып жуып алыңыздар. Сверкающий жаққаннан кейін уже өзінен өзі кете беретін болады. Сондықтан қорықпай тазалай беріңіздер. Дәл осы әдіспен барлық жерін тазалап алып, мен жақсылап таза сумен жуып, шайып алдым. Қазанның кәдімгідей өңі кіріп қалды. Сондықтан осылай жасаңыздар. Бірақ ешқашан күш салып жумаңыздар. Күш салып жууға болмайды. Қырған кезде абай болыңыздар сол нәрсеге. Мінекей.